1394 жылы Әмір Темірдің шаңырағында Мұхаммед Тарағай деген нәресте дүниеге келді. Оған лақап аты Ұлықбек деп атаған болатын. Оны нәресте көрмеген, балалы болмаған Әмір Темірдің әйелі Бибі ханым оны тәрбиелейді. Үлкен ғалым болып қалыптасуына атасы да әсер етті. Ол атасымен бірге Түркия, Сирия аймақтарына, Ауғанстан аймақтарына сапар шеккен болатын. Әмір Темір өлгеннен кейін 15 жасында Ұлықбек осы Самарқанд қаласының әкім басқарушысы етіп тағайындалады, сайланады. Содан бастап Ұлықбек өзінің сүйікті ісі білім ғылыммен айналысады. Және осы жерге 3 қабатты үлкен обсерватория тұрғызады. Менің артымда тұрған обсерваторияның қалдығы Самарқанд қаласында орналасқан. Ал негізі кезінде ол 3 қабатты болып есептелінеді. Ұлықбек обсерваториясын толықтай зерттеу жұмыстарын жүргізген кеңестік ғалым, шығыстанушы Вятькин болған болатын. Біз қазақ тарихында Вятькинді, Сырым батырды зерттеген тұлға ретінде біз білеміз тарихтан. Сол Вятькин обсерваторияның қалдықтарын тапқан болатын. 1908 жылы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өзінің өтініші бойынша қайтыс болғаннан кейін осы жерге жерленген болатын. Міне осы шығыстанушы ғалым Вятькиннің қабірі осы обсерваторияның территориясында жерленген болатын. Ұлықбек обсерваториясы 3 қабатты болған. Мына сол кездегі обсерваторияның макеті.